Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Арайлым. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өзімнің сүйікті қимақтарымның бірі сары судан жасалынатын, яғни ашыған сүттен творог алып, соның сары суынан жасалынатын, сывороткадан жасалынатын осындай керемет қимақтар әзірлейтін боламыз. Қимақтар өте жұқа, тесік-тесік әдемі болып шығады. Ең алдымен жұмыртқамызды жарып аламыз. Барлық қажетті заттардың тізімін және мөлшерін описанияда қалдырдым. Сол жерден көрсеңіздер болады. Және де шекерімізді саламыз үстіне. Шым-шым тұз қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Үстінен бөлме температурасындағы сары суымыздың жартысын ғана құйып, жақсылап араластырып, үстінен ұнымыздың жартысын салып, тағы да араластырып аламыз. Осылай кезек-кезек сала отырып, араластырып алсаңыздар, сіздердің ұндарыңыз комок болып жүрмейді ішінде. Ешқандай миксерсіз-ақ сіздерде осындай венчикпен-ақ жақсы біркелкі қимақтар шығатын болады. Міндетті түрде осылай кезекпен сала отырып, араластырсаңыздар, ешқандай комок шықпайды. Басында ұнды қосып жатқан кезде соданы қосуды ұмытпаңыздар. Мен ұмытып қалдым, сол себепті соңына қарай қосып жібердім. Кейін үстінен тағы да сары суымды құйып, жақсылап араластырып, ең соңынан сұйық майымызды құятын боламыз. Достар, менің каналымнан жай ғана сүттен жасалынатын қимақтың да рецептін көре аласыздар. Сол видеода бүкіл қимақтардың қыр-сырымен бөлістім. Сілтемесін описанияда қалдырдым, кіріп көрсеңіздер болады. Сковородкамызды жұқа етіп майлап, үстінен сұйықтығымызды құямыз. Екі бетінен аудара отырып пісіріп аламыз. Қимақтардың осылай тесік-тесік болу үшін міндетті түрде табаның асты өте қатты қызып тұрған болу керек. Және де қимақты әр салған кезде осылай шамалы ғана майлаңыздар. Қатты майлап жіберсеңіздер, сіздердің қимақтарыңыз бірікпей ыдырап кететін болады. Сол себепті осылай аз ғана майды жағып пісіріп алыңыздар. Және де сіздің қимақтарыңыздың жұқа болуы, сіздің сұйықтығыңыздың қою немесе осындай сұйық болуына байланысты. Қою болғанын қаласаңыз, шамалы ұн қосып жіберсеңіз болады. Немесе осы сұйықтықтың үстіне шамалы сұйықтық қосып, сұйықтау қимақтар жасап, осындай тесік-тесік қимақтар жасап алсаңыз болады. Достар, сіздерге кішкене де болса пайдам тиді деп ойлаймын. Творогтан немесе брынзадан қалған ашыған сүтті ендігіде төкпей, міндетті түрде осылай жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Егер видео ұнаса, міндетті түрде комментарий қалдырып, қолдап кетулеріңізді сұраймын. Мен үшін өте маңызды. Міндетті түрде каналға жазылып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Сіздермен болған Арайлым. Баршаңызға рахмет.